Аллах тағала Құранда айтады: егер біз оларға аспан қақпасын ашсақ, және олар сол жаққа көтеріле бастаса, онда олар сөзсіз оған сенбестен біздің көздеріміз бұлыңғыр, ал біз өзіміз сиқырланғанбыз деп жауап берер еді. Аль-Хиджра сүресі 14-15 аяттары. Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратын ғалым профессор Аднан Шариф адамзат тарихындағы тұңғыш ғарышкер туралы мақала жазған болатын. Профессор Аднан Шариф Аль-Хиджра сүресінің 14 және 15 аяттарын келтіре отырып, 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышқа шығып, иллюминатор терезеден жер планетасын көргенде, мұсылман емес бола тұра, ол мынаны айтқанын жазады: мен не көріп тұрмын? Мен түсімдемін бе, әлде менің көзім сиқырланып тұрма? Осының бәрін миссияны басқару орталығы жазған. Көптеген батыс елдері бұл туралы жазған, бірақ біздің елдерде бұл факт онша таратыла қоймаған. Гагариннің бұл сөздері жазылып алынған. Оларды профессор Шариф келтіріп отыр. Ол ғарышты, ғарышкерлікті және Құранды зерттеумен айналысады. Ол үлкен ғалым. Ал енді, егер біз мұсылмандардың қасиетті кітабы 1400 жыл бұрын адамзатқа түсірілген Құранға жүгінсек, онда Хиджра сүресінде Аллах тағаланың былай деп айтқанын көреміз: бұл халық оған Құранға сенбейді. Расында бұрынғылар да сөйтіп өткен болатын. Дәлдікке қараңыз. Яғни 1961 жылы коммунистік жүйе болды, және бұл жобада жұмыс жасаған көптеген ғалымдар мен ғарышкерлер мұсылман емес еді. Дегенмен, революцияға дейін шіркеулер мен мешіттер болған, білімді теологтар да болды. Демек, 1400 жыл бұрын Америка ма, немесе Ресей ме, кім бірінші болып ғарышқа ұшатындығы белгілі болды. Әрі қарай Құранда былай делінген: егер біз оларға аспан қақпасын ашсақ, және олар сол жаққа көтеріле бастаса, онда олар сөзсіз оған сенбестен біздің көздеріміз бұлыңғыр, ал біз өзіміз сиқырланғанбыз деп жауап берер еді деген. Яғни Құранда Гагариннің «мен не көріп тұрмын? Мен түстемін бе, әлде менің көзім сиқырланып тұрма?» деген сөздері келтіріліп тұр. Мұның бәрі Алла тағалаға белгілі, яғни Аллах үшін ненің қашан, қай жерде, қалай болатындығы алдын ала белгілі. Бұл әңгіме кеңес заманының батыры ұшқыш ғарышкер Поповичке айтылғанда, ол мынаны айтқан: осы әңгіменің ішінен құдіреті шексіз Құдайдың сөзі маған ерекше қызықты. Ол сөз біз аспан қақпасын ашқанда. Бұл сөз қызықты, себебі ғалымдар аспанға қақпаны табу үшін көптеген есептеулер жүргізетін деген. Аспан ашық сияқты, және сізге кез келген жерінен ұшып өтуіңізге болатын сияқты. Бірақ іс жүзінде барлық ғарыш кемелері бір қақпадан ұшып шығады және бір қақпадан қайта оралады. Жүздеген есептеулер жүргізілді, себебі егер секундына 11 шақырым жылдамдықпен ұшатын ғарыш кемесі бұл қақпаға тимей қалса, онда ол жанып кетуі мүмкін, немесе ғарышқа қайта лақтырылуы мүмкін. Тарихта бұл жағдайлардың екеуі де болған кездері бар. Сонымен қатар, Құран кәрімнің Тарих сүресінің 11 аятында «Қайталай жаңбырлатқан аспанға серт» деген мағынаны айтады, және тек бүгін 21 ғасырда ғана біз осы аяттан осы мағынаны түсіне бастадық. Сигналдар жоғары және төмен түсетіндіктен ұялы байланыс орнату мүмкіндігі бар. Дәл осылай нәрсе альфа, бета және гамма сәулелену жағдайында да болады. Олар біздің планетаға кірмей-ақ ғарышқа қайта оралады. Яғни аспанның қайтару қасиеті бар. Сонымен бұл қақпаға түспейтін ғарыш кемесі кері лақтырылады немесе өртеніп кетеді. Яғни қауіпсіз ұшып кері қайту үшін дәл есептеулер жүргізілуі қажет. Мұның бәрі Құранда дәл суреттелген. Егер сіз ғарышқа, жұлдыздарға байланысты аяттарды оқып, ойланып қарасаңыз, қайта-қайта қуанасыз және таң қаласыз. Жаратқан ұлы Аллахтың даналығына тәнті боласыз. Бұл таңғажайып әлем оның ең жақсы туындыларының бірі адам үшін. Бүкіл әлем біз үшін жаратылған. Құрметті бауырлар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылық жасаушы адамның алған сауабындай сауап алады.
Құдай қаласа, арнамызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Біздермен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.